Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жұмсақ, көп затты қажет етпейтін дәмді қаттама нан жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге жылы суға тұз салып ерітіп аламыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызды салып, әдемі июін қандырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тас болып қалмау керек. Осындай әдемі қамыр иледік. Менде осы 3 суала шықты. Соның біреуін осылай жұқа қылып жайдым. Бетіне май жақтым, сары май. Ертілген сары майымызды жағамыз. Тегіс жағып. Менде сары майға кішкене тоғмай қостым. Сіздер тоғмай қоспасаңыздар да болады. Осылай жағып шықтым да, сосын мен оқтаумен орадым. Қолмен орасаңыздар да болады. Маған оқтаумен ораған тиімді болды. Осылай оқтаумен орап шықтым. Пышақпен ортасынан тіліп, сол тілген қамырды тағы да 3-ке бөлдім. Осылай тіліп алдық. Осы қамырымызды тағы да 3 бөлікке бөлеміз ортасынан. 3 бөлікке бөліп, осыларды керегінше ораймыз, кесіп аламыз да, қалғанын қайталап тағы ораймыз, кесіп аламыз. Міне осынша формада орадым мен. Осылай кесіп алдым, қалғанын келесі неге қамырға қосып орай береміз. Осы бір зола қамырдан менде 6 қаттама шықты. Кішкене мұздатқышқа қойып қоямыз. Жарты сағатқа, жарты сағаттан кейін алып жаятын боламыз. Осылай кішкене ұн сеуіп отырып жайдым. Жұқа қылып жаясыздар, себебі піскен кезде сәл көтерілетін болады. Бәрін осылай жайып алдым. Сонан соң табамызды газге қойып, 4-5 қасық май құйып, қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Әр қаттаманы пісіргенде май құйып отыруымыз керек, себебі бір қаттама майды тартып алады. Міне осылай бір бетін пісіріп, асты піскен соң келесі бетіне аударамыз. Майымыз қызып тұру керек. Осылай пісіріп алдым. Мен пісірген қаттамамның бетіне осындай шекер себетін боламын. Сіздер сеппесеңіздер де болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.